Енді біз қолдың еркін сүйектеріне өтпестен бұрын ең бірінші мына бір ережені, осы бір не дейміз, кескінді есімізде әрқашан ұстауымыз керек. Неге? Түтікшелі ұзын сүйектің анатомиялық құрылымы келесідей болады. Эпифиз болады, екі ұшы болады кез келген ұзын сүйектің. Ол екі ұшына біз эпифиз дейміз. Ал мынау мойын тұстарына біз метафиз деп атаймыз, және ортасындағы дене жағын біз не дейміз? Диафиз деп атайтын боламыз. Түсінікті ма? Эпифиз, метафиз, диафиз. Тиісінше бұл егерде басқа немесе ортаңғы сызыққа жақын орналасқан сайын бұл проксимальды эпифиз болады, ал одан алыстаған сайын дистальды эпифиз деп атайтын боласыздар. Түсінікті ма? Міндетті түрде ертең сұрақ қойған кезде соған дұрыс жауап берулеріңіз қажет. Енді біз тікелей тоқпан-жілік хумериске келетін болсақ, тоқпан-жілік ол бізде қолдың еркін сүйектерінің ішіндегі ең ұзын және ең ірі сүйектердің бірі болып саналады. Ең ірі сүйектің бірі. Тиісінше қарасаңыздар, бұның екі ұшы, яғни проксимальды және дистальды эпифиздері, проксимальды және дистальды метафиздері, және ортасында корпус хумери болып саналатын бір диафизі бар. Түсінікті ма? Тиісінше біз енді тікелей алдыңғы жағынан қарайтын болсақ, мынау бізде қай жақтың тоқпан жілігі, хумерусы деп ойлайсыздар. Бұл бізде бірді неге қараймыз? Ол жақта капут хумериге, яғни тоқпан жіліктің басына. Тоқпан жіліктің басы медиалды қаратқан кезде, және де оның мына жақтағы орналасқан екі шұңқыршасы бар. Фосса радиалис пен фосса короноидея. Осы алдына қарап тұрған кезде міндетті түрде бұл бізде оң жақтық тоқпан жілік болып саналады. Соның енді алдыңғы жағынан қарайтын болсақ, қазір тағы да сүйектермен өтетін боламыз. Нені көруге болады? Әрине, проксимальды эпифизінде бізде капут хумери. Тиісінше бұл жақта бізде орналасқан колум анатомик, анатомиялық мойны. Сонымен қатар екі төмпекті көруге болады. Туберкулум майус, туберкулум минус деп аталынады. Оның арасында бізде екі бұл төмпектен қыр кетеді. Криста туберкули майорис және криста туберкули минорис. Оның екеуінің арасында бізде бір жүрге орналасады. Сулькус интертуберкулярис деп атаған. Осы сулькус интертуберкуляристе бізде иықтың екі басты бұлшығы бар, бицепс деген бұлшығы. Сол бицепстің ұзын басы өтетін болады. Ұзын басының тендоны, сіңірі өтетін болады. Және оның сыртқы жағында бізде бір бұдырмақты байқаймыз. Тубероситас дельтаида. Тиісінше иықтың дельта тәрізді бұлшық етінің соңғы жаңағы тендондары келіп текейтін жер болып саналады. Соның қалдырған несі? Бұдырмағы болып саналады. Келесі ретте тағы денесіне не көруге болады? Ол әрине қоректендіруші тесіктерін. Форамина нутриция деп аталынады. Форамин нутрициум немесе жекеше түрде айтатын болсаңыздар. Келесі ретте мына жақта бізде төменгі жағында осы бір тұсында бізде қазір тоқпан жіліктен көрсетеміз. Колум хирургикум деген бір мойны бар. Хирургиялық мойны. Тиісінше бұл травматологиялық жағдайларда травма алған кезде ең жиі сынатын тоқпан жіліктің бөлігі болып саналады. Сол үшін хирургиялық манипуляциялар көп жасалғандықтан да солай аталынып кеткен. Келесі ретте бізде енді дистальды эпифизіне қарай келетін болсақ, нені байқауға болады? Әрине, дистальды эпифиз жағын біз толықтай не дейміз? Кондулис хумери деп атайтын боламыз. Былайша айтқан кезде тоқпан жіліктің айдаршағы, мынау жаңағы қораздардың айдаршағы сияқты, бұл жақта да сондай кондулис хумери, яғни тоқпан жіліктің айдаршағы бар. Оның өзі бізде не жақта, жаңағы латеральды жақта капитулум хумери, капитулум деген кіші бас деген мағынаны білдіреді, яғни тоқпан жіліктің кіші басы. Және одан кейінгі бізде мына жақта не бар? Трохлея хумери, яғни тоқпан жіліктің шығыршығы деп аталынады. Оның жоғарғы жағында бізде фосса радий мен фосса короноидеялар орналасқан. Ал артқы жағынан қарасақ, фациас антериорда не көреміз? Постериорда бізде ол әрине үлкен бір шұңқырды көреміз. Бұл шұңқыр бізде фосса алекранын деп аталынады, яғни алекранының шұңқыры. Бізде ол жаңағы шынтақ сүйектің шынтақтық өсіндісінің келіп неғылатын жері байланысатын шұңқыры болып саналады. Сонымен қатар екі айдаршақ үстілік шығыңқыны көреміз. Эпикондулюс латералис және эпикондулюс медиалис. Олардың арасында бізде эпикондулюс медиалисте бізде бір сулци нерви ульнарис, яғни
мынау шынтақ нервтің несі жүлгесі орналасқан. Мысалы қатты шынтағыңызды басып қалған кезде дыз етіп ауырады ғой, сол осы нервус ульнаристің несі, былайша айтқан кезде қатты стимульда болуы, ауырсыну сезімі содан пайда болады. Және де бізде арқа жақтан бір жүлгені көруге болады, ол жақтан да бізде кәрі жілік нервісінің жүлгесі sulcus nervi radialis орналасқан. Түсінікті ма? Тиісінше мына жақта жандарынан қарайтын болсаңыздар екі кристаны көруге болады. Бұл жаңағы біздің айдаршақ ұшты кристаларымыз, криста supracondylaris lateralis және криста supracondylaris medialisтер деп аталынады. Сонымен қатар криста supracondylaris бізде медиалисте тағы да не бар? Процессус supracondylaris деген жері бар. Оны қазір сүйекте сіздерге көрсететін болам. Ол жақтан бізде musculus flexor carpi radialisтің несі, жаңағы сіңіршесі басталатын жер болып саналады. Келесі ретте мынау жаңағы біздегі проксимальды эфипизі, капут хумерия, тоқпан жіліктің басы, тоқпан жіліктің мойны, колум анатомикум, анатомиялық мойны және екі үлкен және кіші төмпегін көруге болады, және оның арасындағы жүлгені көруге болады. Ал мынау бізде дистальды эпифизі, капитулум хумерий, кіші басы, тоқпан жіліктің трохлея хумерий, тоқпан жіліктің айдаршығы және фоссиал экранын, мына жақта екі айдаршақ үсті шығыңқы эпикондулус медиалис пен эпикондулус латералис, жаңағы мен сіздерге айтқан sulcus nervi ulnaris болып саналады. Түсінікті ма? Яғни шынтақ нервісінің жүлгесі. Келесі ретте енді біз қолдың еркін сүйектеріне келетін боламыз. Соның ішінде ең бірінші ол бізде тоқпан жілік болып саналады. Ос хумерус, тағы да өзіңіздің позицияңызға қарай міндетті түрде сүйекті ұстап аласыз және де бастайсыз. Ең бірінші бізде проксимальды және дистальды эпифиздері болады. Проксимальды дистальды метафиздер және арасында бір диафиз орналасады. Соның ішінде біз тікелей мынау проксимальды эпифизінен бастайтын болсақ, бұл жақта ең бірінші нені көреміз? Капутты көреміз. Капут хумерий, тоқпан жіліктің басы деп аталынады. Оның астында бізде колум анатомикум, мен оны ұстап тұрмын, көрдіңіздер ме? Колум анатомикум, анатомиялық мойны деп аталынады. Және де оны мына жақтан қарасаңыздар, бізде екі төмпекті көреміз. Туберкулум майус, үлкен төмпек, және туберкулум минус, кіші төмпек. Және осы төмпектен былай қарай қыршалар кетеді, қырлар кетеді. Криста туберкулярис майорис, криста туберкулярис минорис, кіші, үлкен және кіші төмпектің қырлары. Оның арасында бізде, міне мен жүргізіп отырмын, бір жүлге орналасқан sulcus intertubercularis, төмпек аралық жүлге деп аталынады. Бұл жақтан musculus бицепстің caput longum, яғни ұзын басы келіп орналасады. Ұзын басының жаңағы тендоны, сіңіршесі келіп орналасады. Сонымен қатар мойын жағында мына бір жақта мен ұстап тұрмын міне. Бұл енді примерно жаңа проксимальды метафиз жағы, бұл бізде хирургиялық мойны деп аталынады тоқпан жіліктің, яғни колум хирургикум. Түсінікті ма? Чирургикум емес, колум хирургикум деп аталынады. Не үшін? Себебі осы жақ тоқпан жілікте көп сынатын жақ және хирургиялық манипуляциялар көп жасалынатын болғандықтан да бұл жерде колум хирургикум деп атаған. Келесі ретте енді біз бірден сіздермен неге өтейік? Дистальды эпифизіне өтетін болсақ, дистальды эпифизінде мына бір тұсты толықтай біз кондулус хумерий деп атайтын боламыз. Тоқпан жіліктің айдаршағы деп аталынады. Тоқпан жіліктің айдаршағы. Тиісінше мына жақта бізде латеральды жақтан айтатын болсақ, мына бір тұсын біз капитулум хумерий, тоқпан жіліктің кіші басы, және мына бір тұсын бізде трохлея хумерий, тоқпан жіліктің шығыршығы деп атайтын боламыз. Капитулум хумерийдің жоғарғы жағында бізде фосса радий деген кәрі жіліктік шұңқыр орналасқан, ал медиальды жағында фосса короноидеус деген, яғни жаңағы біздегі шынтақ сүйектің тәш тәрізді өсінісі келіп орнығатын шұңқыр орналасқан, тәш тәрізді шұңқыр деп аталынады. Тиісінше мына бір жақтан бізде бір екі айдаршақ үстілік төмпекті көреміз. Мына бір тұста бізде эпикондулус латералис, яғни латеральды айдаршақ үсті деп аталынады, және мына жақта эпикондулус медиалис, медиальды айдаршақ үсті. Олар келеді бізде ары қарай тағы да қыршаларға жалғасып кетеді. Криста эпикондулус латералис және криста эпикондулус медиалистер деп аталынады. Мына бір тұста, яғни арқа жағына қарайтын болсақ, тағы да не көруге болады? Үлкен бір шұңқырды көруге болады. Бұл бізде фосса алекрани деп аталынады, яғни шынтақ өсінісінің шұңқыры. Және эпикондулус медиалис жағынан қарасаңыздар,
мына бір жақта бір жүлгені көруге болады. Бұл жүлгеге біз не дейміз? Sulcus nervi ulnaris, яғни шынтақ сүйектің шынтақтық нервтің жүлгесі, sulcus nervi ulnaris деп аталынады. Сонымен қатар мына бір жақтан бір тағы да бір шығыңқыны көруге болады. Бұл процессус supracondylaris деп аталынады. Бұл жақтан жаңа айтып өттім, musculus flexor carpi ulnaris'тің carpi radialis'тің басталатын жері болып саналады. Мына бір тұс epicondylus medialis жақ. Сонымен денесіне қарай келетін болсақ, денесінде бізде не көруге болады? Ол әрине мына бір үлкен бұдырмақты көреміз. Бұл бізде дельта тәрізді бұдырмақ, туберозитас дельтаиде деп аталынады. Неге? Себебі бұл жақта дельта тәрізді бұлшықеттің сіңіршелері келіп бекиді. Одан кейін фораминнің нутрициумдарды көруге болады, қоректік тесіктерді. Және де арқа жағынан қарайтын болсақ, мына жақта бізде бір жүлгені көреміз. Мен саусағымен өтем. Бұл бізде sulcus nervi radialis, яғни кәріжіліктік нервтің жүлгесі болып саналады. Түсінікті ма? Келесі ретте енді біз тоқпан жіліктің бұның үш жиегі және үш беті болады. Үш жиегі және үш беті. Бұл көбінесе мынау дистальды метафиз жағында жақсы көрінген. Соның ішінде бізде мына жақта бізде margo lateralis, латеральды жиек, margo anterior алдыңғы жиек және margo medialis, медиалды жиек. Тесінше бұл бізде тоқпан жілікті үш бетке бөлінеді. Facies lateralis, латеральды бет, facies medialis, медиалды бет және facies posterior, артқы беті деп аталынады. Түсінікті ма? Тоқпан жілік бойынша осы.